Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағынан екі таңбалы санның разрядты құрамы тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Екі таңбалы сандардың разрядтар кестесіне қара. Әр санның ондықтары мен бірліктерін ата. Сандарды жаз. Ондықтар, яғни ол екінші разряд болып белгіленеді, ал бірліктер бірінші разряд бірліктеріне жатады. Балалар, мысалы, ондықтар 2, бірлікке 9. Сонда оқимыз 29. Санның жазылуы 29. Келесі екінші разряд 4, бірінші разряд бірлігі 7. Сонда 47. Санның жазылуы 47. Келесі 78. Санның жазылуы 78. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, екінші тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырма. Мәдидің туған күні қыркүйек айының нешесі? Осы санды ата және оны разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Балалар, Мәдидің туған күні қай күн екен? Суретке қарап, кестеге қарап, белгіленген санды айтайық. Дұрыс айтасыңдар. 17. Енді балалар, қай цифр бірліктер санын білдіреді? Дұрыс айтасыздар, 7. Ал қай цифр ондықтар санын білдіреді? 1, балалар, жақсы. Енді балалар 17 санын разрядты қосылғыштар түрінде жазайық. 17, 10 және 7-нің қосындысына тең екен, жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, сурет бойынша өзің басқа да сұрақтарды құрастырып көріңдер. Балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Санның разрядты қосылғыштарын тап. 98 санның разрядты қосылғыштары қандай, балалар? 90 және 8-дің қосындысына тең екен. Келесі 46. 40 және 6-ның қосындысына тең. 39, 30 және 9 сандарының қосындысына тең. Жақсы, балалар. Олай болса, келесі есепке қараймыз. Сандарды ата, әрбір санда неше бірлік бар? 4 ондық 8 бірлік. 48-ге тең, 48 санда 8 бірлік бар. Келесі 3 ондық 3 бірлікте 33-ге тең 3 бірлік бар. Келесі 5 ондық 0 бірлік 50-ге тең, 50 санда 0 бірлік бар. Балалар. Келесі 7 ондық 4 бірлік 74-ге тең, балалар, 4 бірлік бар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі 5-ші есеп. Мысалдарды шығар. 12-нің 7-ге қосындысы нешеге тең, балалар? Жақсы, 19-ға тең, балалар, жақсы. 18-дің 6-ға айырмасы 12-ге тең. 20-ның 80-ге қосындысы 100-ге тең. 90-нан 60-тың азайтындысы 30-ға тең. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі 6-шы есепке қарайық. 6-шы есеп. Сәйкестендір. Яғни бұл 6-шы есепті ауызша орындаймыз. Теңдеу, теңдеулерді оқу. Балалар, ал бірінші теңдеуге қарайық және теңдеулерді оқып бір-бірімен сәйкестендірек. 17 мен белгісіз санның айырмасының мәні 7-ге тең. Екінші нұсқамен келеді екен. Келесі, белгісіз сан мен 7-нің қосындысының мәні 17-ге тең. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші нұсқаға сәйкес келеді екен. Келесі, 7 саны белгісіз саннан 10-ға кем. Қай нұсқаға сәйкес келеді, балар? Үшінші нұсқаға сәйкес келеді екен. Жақсы, жарайсыңдар, балар. Балар, олай болса, келесі 7-ші есепке қарайық. 7-ші есеп. Аружан бірінші жолға 13 цифр, ал екінші жолға одан 2 цифр кем жазды. Аружан екінші жолға неше цифр жазды? Шешуін анықтаймыз. 13-тен 2-ні азайтамыз. Мәні 11. Жауабы 11 цифр жазды. Жақсы, жарайсыңдар, балар. Келесі 8-ші есепке қараймыз. Екінші разрядтың 3 бірлігінен және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Яғни 35
тең 30 мен 5-тің қосындысына. Жақсы балалар, келесі есепке қараймыз. Менің туған күніме достарым қонаққа келді. Самат Айдостан кейін, ал Айдос Жанардан кейін. Әлия Саматтан бұрын келген жоқ. Қонаққа кімнен кейін келгенін анықта. Балалар, сонда бірінші Жанар, екінші Айдос, үшінші Самат, төртінші Әлия қонаққа келіпті. Жақсы балалар. Балалар, есімізден шығармайық. Ең кіші 2 таңбалы сан ол 10. Ал ең үлкен 2 таңбалы сан ол 99. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.